Анам мындай суетаны жакшы көрөтүн адамдар болду. Мындай жүргөн жери суета шикам андай. Сондай киши. Тынбайтын киши. Анам өтө ак көңүл негизи. Өтө мыкты адам, өтө билмейм менин колумдан мындай дүние келетин дейт. Өтө күчтүү, өтө батыр адам. Менің анам. Так получилось, что мен мамамды өзім мама деп айтпаймын. Себебі мен әжемнің қызымын, әжемді мама деймін. Бірақ түсінем ғой енді мамам сол кісі екен. Түсінігі мол адам. Жалпы мен қазір қандаймын? Маған мендегі характерлардың барлығы сол ата-анамнан келген дүние деп ойлаймын. Менің анамның аты Майра. Анамды қатты жақсы көрем. Анаммен ассоциация ол махаббат, жылулық. Анамның қасында әрдайым өзімді сәби сезінем, бала сезінем. Анамды қатты жақсы көрем. Ну, наверное, все так отвечают. Но да, моя мама, она для меня святая. Это, действительно очень такой добрый человек, очень открытый, все прощающий, самоотверженный. Такая теплая очень. Но это пример для подражания. Я надеюсь, что когда-нибудь я стану как она. У меня немножко папин характер. Она такая очень гибкая, добрая, мудрая, понятливая, да, понимающая. Анамның аты Гүлмира. Өте мейірімді адам. Мені еркелетуді жақсы көреді. Ну, мама — это самый близкий человек на свете. Это самый светлый, самый добрый, самый искренний. Я знаю, что она меня всегда во всем поддержит. У меня есть подруги, да, но самая лучшая подруга моя — это моя мама. Ана дейтін әрбір бала үшін өміріндегі ең жақын, ең асыл, ең қымбат, ең ардақты адам қазірде жанымда. Анам да, әкем де жақсы тәрбие бергендер үшін ешқашанда ұрысып сөйлемеген. Не жақсылық бар, әрімде қандай жақсы теңеуі бар, барлығын айтсам да қателеспеймін деп ойлаймын. Менің анам өзінен басқа адамдарды ойлайды, сондықтан мен бұны жақсы қасиет деп санамаймын. Себебі ол өте мейірімді адам басқаларға. Ой, мен мамам жайында көп нәрсе айтуға болады. Мен мамам өте батыр, жігерлі және де еңбекқор жан. Өте мен мамам жайлы айтқан кезде мен қатты толқимын. Менің анам ол менің қорғаушы періштем десе де болады. Мен үйдің кенжесімін. Біз отбасыда төртеуміз папамыздан ерте айырылдық. Мен 10 жасымда. Сол кезден бастап мамамыз біз үшін папа да болды, мама да болды, туыс та болды, бауыр да болды, бәрі болды енді. Тұмсықтыққа шоқыттырмай, бізді мәпелеп өсіріп, тәрбие беріп, мен үшін осындай жан менің анам. Естелік емес, андай бір ощущение болды. То есть күнделікті. Любвявин, сондай кішкене бала болған ғой, кішкентай кезде андай етіп. Андай, мам деп. И мамам қолына келіп бүйтіп жататын. Мысықтар сияқты, кішкентай мысықтар сияқты. Сол қатты есімде сол нәрсе. Бірінші айтқан кезде сол есіме түсті жаңағыдай. Қол бар ғой, қолына бүйтіп жататын мамам. Вот сол естелік. Ең жылы. Мен жалпы өзім енді 15 жасымнан Алматыда жүргеннен кейін үйге редко барам. Жылына 1 рет, если повезет, 2 рет. Барлық момент жылы ғой, потому что, видите, мен алыста болғаннан кейін үйге барған кезде 10 күннің ішінде каждый момент мен үшін жылы. Анаммен өткізген әрбір сәт мен үшін жылы естелік. Вот каждый раз, когда расставалась, вот это я просто помню, что я очень сильно скучала по ней. Прям до слез это доходило. Я прям могла сидеть и вот просто ныть, что хочу в Бишкек, что хочу к маме. Ең жылы естелік. Почти бүкіл уақыт жылы естелікте болған.
Теплых воспоминаний много с детства. Я могу очень четко и смело сказать, что я была не обделена любовью родителей, поэтому я росла в любви, но прям такое, прям теплое воспоминание я не вспомню. После потери близких людей нам с мамой мы стали еще крепче, еще ближе друг к другу, поэтому каждый день это наши теплые воспоминания. Отвечу так, наверное. Анамның қасында болған әрбір сәт, әрбір уақыт, ол текке кеткен уақыт деп есептемеймін. Енді қазір ол кісілер енді басқа жақта, қазір Қызылорда облысында. Ал мен өзім осы жақта жұмыс жасап, өсіп жатырмыз. Бұрын енді бала кезде қатты білінбейді ғой. Анаңның қасында жүргенің, анаңның қолынан ұстап, анаңды құшақтап, анаңды иіскеп, маңдайынан сүйіп, жылына бір 2 рет, 3 рет қана барасың. Болмаса ол кісілер келеді осы жаққа. Сол кезде бір жұмыстан, бірдеңеден, съемкадан, болмаса концерттен шаршап келіп, просто так құшақтап, мамаңның иісін, анаңның иісін иіскеп отқан, сол шығар ең жақсы естелік. Ешқандай да естелікпен айырбастауға болмайтын сәт сол деп білем. Күнде, себебі тұрған сайын маған анам таңғы ас жасап береді, шайымды дайындап береді. Соны өзі маған бір жақсы естеліктердің бірі деп ойлаймын, деп санаймын. Енді оқиға емес, жалпы мен мамам жайында айта кетсем, мен кішкентайымнан ән айтамын ғой, сол кезде мен әр концертіме киімдерді мама ұқыптап дайындап қоятын, және де әр концертінде артымда дайындап уайымдап отыратын. Сол мен үшін енді қазіргі кезде үлкен ыстық бір естелік десем болады, өйткені анамның қадірін қазір түсініп жатырмын. Үлкен өмірге қадам басқаннан кейін кейде анамның жаңағы артында көмектесіп жүргені жетіспей қалады. Бірақ та анам әлі күнге шейін көмектеседі, қолдайды, қасымда әлі. Енді анам менің қасымда, естелік деп айтқым келмейді. Менің әр күнім мамаммен өткен үлкен бақыт, үлкен қуаныш. Мамам бір алыста болса, мен есіме алып отыратын едім мысалға, ой, өткенде өйтіп едік, бір келіп кеткенде деген сияқты. Енді ешкім мәңгі емес қой. Мен ойлаймын да, қазіргі осы анаммен өткізген әр күнім бір өте қымбат, ешбір байлыққа сатып алмайтын күндер болса екен деймін. Кей кезде жұмыс бабымен кетіп қаламыз, кейде жұмыс бабымен тіпті бір шүйіркелесіп әңгімелесетін уақытта болмай қалады. Сондай кезде кішкене өкінем, қап деп. Бірақ менің әр күнім мамаммен өткізген ол үлкен қуаныш, үлкен бақыт. Және мен бақыттымын, себебі мамамыз қасымызда. Қатты ұқсағаннан андай екеуміз андай бірдей сөйлеуге болмайды да бізге. Либо мен в основном үндемеуім керек да. Айтып десем жаңағыдай сөзге келіп қалу қаупі бар да. Жоқ, мама андай енді қатты не емес қой, просто жоқ, мама негізі ондай ғой. Мама да қырсық қылады да, жоқ, негізі ондай. Жоқ, мама негізі мынандай, жоқ. Деймін, сосын хорошо. Бір уақыттарда біздің отбасымызда бір қиындық болды. Кез келген адам қателеседі. Сол кезде анама қатты ренжіген болатынмын. Бірнеше ай сөйлеспей жүрген кез болды. Ұрыс әрине болады, бірақ ең үлкен ұрыс деп айта алмаймын. Анамды ренжітемін, бірақ әрдайым кешірім сұраймын. Анам өте кешірімді адам, көп ондай ренжімейді, тез ұмытады. Это было в подростковое время, когда я прям решила точно уйти из дома. Может, каждый такое переносит. Я думала, все, я уйду. И даже сложила вещи, думала, вот ночью выйду и покину этот дом. И я помню, что я уснула, и ночью проснулась в полудреме, когда почувствовала, что мама меня целует и гладит по лицу и уходит. А потом, позже мне мама сказала, что ей приснилось, что я ушла из дома, и они искали меня, оказывается, с милицией, и она так запереживала, проснулась и пошла ко мне в комнату. Я обрадовалась тому, что я там лежу. Ну вот это необъяснимо, это вот материнское чувство, наверное. Когда мне рассказала, я была в шоке просто, потому что я ей об этом потом не рассказывала, я позже потом рассказала о том, что я действительно тогда решила уйти из дома. Интуиция. У меня сейчас слезы пойдут.
ең үлкен ұрыс ең үлкен болған жоқ. Просто комнатаны жинап қой деген ұрыстар. Конечно, безусловно, она была. До какого-то периода именно возраста моего я была трудным подростком, очень трудным. И мы с мамой друг друга не понимали вообще от слова. Это были и ссоры, и скандалы. На мою защиту вставал всегда отец. Вот. Но все вот так вот произошло, что мы сейчас стали с ней максимально близкими. Твай. Екі алып қалдым ба, бірдеңе болды. Бірінші рет өмірімде бірінші екі алған кезім болған. Онда да жаңа 90-дыққа шықпайтын сабақтар болады ғой, бір сабақ. Білмеймін. Кешігіп қалғаным үшін ба, әлде біреумен төбелесіп қалғаным үшін ба, сондай нәрсе үшін. Дәптердің астына бүйтіп олар мұғалімдерді екі қойғанда шырайын шығарып тұрып қояды ғой, дәу қылып ше. Сөйтіп сосын осындай болып қалды деп. Ол кезде айқайлаған жоқ, ұрысқан жоқ. Просто сондай серьезный түрмен, балам, осындай, сен нағып өтесің. Мұғалім бетін ол, типа, саған бекерден бекер қоймайды ғой. Осындай деп айтқан кезде мен сол кезде жаман болып бір түнде бір баламыз ғой, ұйықтайтын кезде кішкене жылап, сол бір-екі күн сөйтіп соның атмосферасына шыға алмай жүргем. Болды, әрине болды. Барлығында ондай жағдайлар болды деп ойлаймын. 2 жыл бұрын болған шығар, өйткені ол кезде мен кішкене подростковый кезеңде едім. Жаңағыдай Назым сияқты ойланбай сөйлеп қоям, көп сөйлеп қоям. Анамның жүрегіне тиетін нәрселерді көп айтып қоятын едім сол кезде. Сол ғана есімде. Қазір бәрі жақсы. Ондай ұрыс керіс енді болып тұрады ғой, бірақ та көбіне енді мамам жаман болсын деп айтпайды ғой, бірақ та енді ренжіп қалатын кездерім болады, мамам маған ренжіп қалатын кездері. Бірақ та екеуміздің мінезіміз бірдей, тез қайтамыз. Бірден кешірім сұрай саламыз, сол жағынан ұқсаймыз. Шынымды айтсам, қазір есіме түсіре алмай отырмын, бірақ біз пендеміз ғой. Кейде бір қабағым қатулы болып қала ма деп, кейде жұмыстан келген кезде мамам бір өзінің бір қызық оқиғасын, бір нәрсесімен бөліскісі келіп, бір әңгімесін айтқысы келе ме, ал мен оны дұрыс тыңдағым келмей, қабағым түйіліп қалды ма, жоқ әлде сондай бір жағдай болып қалды ма деп кейде мен уайымдаймын, және сондай дүниелер болмаса екен деп тілеймін. Ал былай бір үлкен жанжал ұрыс деген болмады. Ақ адам, аппақ адам. Өте сұлу. Бала сияқты менен екеуміз бірге жүрген кезде тіпті менен кішкентай көрінеді. Папам жұмысынан үйге біреу келіп папамды сұраған. Сосын мамам атып шыққан ғой. Шортымен шашын бүйтіп түйіп қойған. Сөйтсе мама аты шығып, "Я саламатсыз ба, қалайсыз?" десе, сөйтем папамның жұмыстастары, "Қызым, папаң қайда?" деген ғой. Сол ситуация есіме келеді. И мама менің сондай жеңіл, всегда душа компании, ол жаңағыдай үлкен отырыстарда неде всегда тамада болады, ән айтады, көңіл көтереді, барлығының жалпы ұйымдастырып жүреді. Сондай адам. Маманы еске алған кезде бір сондай жеңілдік, легкость дейді ғой. Вот то, что я и говорила, самые-самые теплые. Это вот самый главный человек. И папа об этом всегда говорит, что это самый прекрасный в мире человек. Я с ним согласна абсолютно. Анам мені құшақтап тұрғаны келеді, елестейді. Уютный сезім. Это теплое, что-то домашнее. У любой мамы есть свой запах. И когда вот ты думаешь о маме, автоматически ты чувствуешь этот запах. И сразу так фантазия включается, это сразу так тепло, это объятия, это поцелуи, это советы. Вот так вот. Ана әлем, ана мейірім, ана сұлулық, ана жұмақ. Осындай астысына келдік. Өмір, махаббат, мейірім. Осы әлемдегі барлық жақсы сөздер ол анамен былай келеді деп ойлаймын. Жанашыр, қолдау, және жаңа айттым ғой, батыр.
Өйткені жалғыз өзі 3 баланы жетілдірді, және де үлкен жетістіктерге жетті. Баласы бақытты, аны да бақытты. Баласы жетістікке жетіп отса, басқа адамдар баласы туралы жақсы сөздер айтып, жылы сөздер айтып отса, аны бақытты деп ойлаймын. Сол керек. Маған қойылмайтын сұрақ сияқты, себебі ондай статуста болып көрмегеннен кейін мен айта алмаймын. Жалпы бақытты ана, бақытты әке деп, бақытты бала деп бөліп қажеті жоқ сияқты, себебі бірінші очередь бақытты адам болу керек. Бақытты ана ол өзінің ұлының жетістігін көру, ұлының бұл менің ұлым деп мақтанатындай отыру, ол ана үшін бақыт деп ойлаймын. Счастливая мама — это мама, которая живет в гармонии, когда никто ни с кем не ругается, когда все хорошо, и когда мы ей делаем приятное. Тогда я вижу ее счастливое лицо. Бақытты ана өз баласының бақытын көрген ана. Счастливая мама — та, которая любит, та, которой дорожат, та, которая может всегда положиться на своих детей. Ну, это в моем понимании. Счастливая мама. Менің ойымша, бұл сұраққа енді аналардың өзі шын жауап бермейді деп ойлаймын. Біз енді перзент ретінде біз бақытты анамызды бақытты қылу үшін бағана жоғарыда айтып кеткен нәрсе шығар. Сол кісілер ұялмайтындай, сол кісілер қиналмайтындай, сол кісілер еңсесін тік көтеріп өмір сүретіндей перзент болу. Бақытты ана ол сенің жанында балаларын, жанында жұбайын, жақсы көретін жұбайын болса, барлықтарын кешке күнде бір дастархан алдында тамақ ішесіңдер. Бақытты ана әркімге әрқалай бір ассоциация береді, мен үшін осы. Бақытты ана ол өз баласы қасында қолдайды, және де енді мен өзім ана болмағандықтан білмеймін да, бірақ енді мамамның айтуы бойынша бала өзін өзі алып кеткен кезде ғана ана бақытты болады деп, жан тынышталады дейді. Енді осындай жолды өткен адамдардың бақытты болуы неде деп ойласақ, ананың әр тілегінің орындалғаны ол бақыт. Мысалға, мені осы қызым аман жүрсінші, балалы шағалы болсыншы деп тіледі ғой ол мен үшін. Мен қазір Құдайға шүкір балалы шағалымын, жұмысым бар, жолдасым бар, балаларым бар, және сол менің анам үшін үлкен бақыт. Өйткені оның тілегі орындалды. Жалпы ол балаға анасына мен сізді жақсы көремін деп айту өте қиын. Білмеймін, не үшін қиын екенін білмеймін. Мен андай қазір жазып жіберемін да, бірақ шын өмірде андай деп қоямын, бүйтіп қалай айтамын, білмеймін андай. Біледі да мамам жақсы көретін, бірақ соны айту ондай да. Или қазіргі заман сондай ба, білмеймін, не үшін ондай. Бірақ мен көп достарыммен де сөйлесем ғой, жалпы достарымнан сұраймын, олар да айтады, блин, қиын ғой дейді. Білмеймін, мен бәрін айтатын сияқтымын. Көбісінде проблема ғой, адам бір-біріне қалай жақсы көретінін айта алмайды, ренішін айта алмайды. Ал мен барлығын айтамын, реніш болса да, кейде ауыр сөйлеп қою мүмкін, ренішімді айтуы мүмкін, бірақ ол дұрыс деп ойлаймын, іште сақтап жүргеннен. Қатты да сөйлеймін, жылы сөздерде айтамын, бірақ жақсы көретінімді жиі айтып тұрамын мен. Анама да, әкеме де айта алмай жүрген сөзім жоқ сияқты. Анам екеуміздің қарым-қатынасымыз өте қалай айтсам болады, жақын, барлығын айта аламын, еркін айтамын. Айта алмаған заттарым жоқ, бәрін айтамын. Нет, у нас очень такая тесная с ней связь. Я всегда стараюсь ей говорить, что я ее очень люблю. Но каждый раз, когда я об этом говорю, у меня слезы, как сейчас. Вот, и она знает, что я ее очень люблю. В принципе, всегда такое бывает, когда тосты говоришь на мероприятиях, там, когда маме посвящаешь. Ну, а так каждый день же этого не говоришь. Так что... Мен жоқ шығар ондай. Айтып отырамын бәрін. Вы знаете, в жизни мы очень мало говорим «люблю родителям».
очень мало. Мы можем сказать это любому человеку, да, будь это парень, будь это муж, друг, неважно. Но самым-самым близким людям мы очень редко так говорим слово «люблю» элементарно. И я, наверное, практически никогда не говорила маме «я тебя люблю», потому что она и без слов это знает. Я знаю, что мои родители мне никогда не говорили «я тебя люблю, доча». Я потому что это и так знаю. Но очень важно говорить такие слова, потому что может наступить тот момент, когда просто этих людей рядом не станет. Поэтому говорите друг другу чаще такие слова, особенно мамам, потому что они очень хрупкие, нежные и требуют, не то что требуют, они хотят этого слышать. Вот. У меня аж слезы наворачиваются. Мама, папа, мен сіздерді жақсы көрем. Именно сіздердің мені тәрбиелегендеріңізге, сіздердің мені өсіргендеріңізге әрдайым бетімнен қақпай, ақ дегенімді алғыс, қара дегенімді қарғыс қылып, әрдайым демеу көрсеткендеріңізге, әрдайым ақ баталарыңызды беріп жүретіндеріңізге, және менің осы әлемде жүруіме басты себепкер болған жандар болғаннан кейін мен сіздерді шын жүрегіммен сүйемін, жақсы көремін. Сіздер үшін қолымнан келгеннің барлығын жасаймын. Мен сізді жақсы көрем. Осы сөзді мамама айтпайды екенмін. Ішімде тұрады да, бірақ сыртқа шығару маған қиын. Маме нет, вот папе да. Папаға мен өте сирек жақсы көрем деп айтыппын. Мамаға енді көп айтам, өйткені мамам екеуміздің қарым-қатынасымыз андай жақын, жылы, және бір-бірімізді көп еркелетеміз, және мамаға мен ішімде не болып жатқан бәрін айта аламын. Әкеммен мен ондай жақын болмадым. Жақын болдым кішкентай кезімде, өсе келе ондай болмады, және айтылмаған сөздер көп қалды. Енді қазір әкем қайтқандықтан жақсы көрем деген сөзді көп айтпадым. Кешір деп те, ренжіме деп те айтпадым. Енді сол мамама айтатын сөздердің барлығын айттым енді. Әлі де айтамын. Кейде кешірім сұрағым келеді. Мен кешірім сұрап көрмеппін. Мүмкін қателік жасап көрмегеннен кейін бе, білмеймін енді. Мүмкін Құдай тағала мені ондайдан бір арашалап қалған шығар, бір жамандық дүниелерден. Бірақ кейде дұрыс көңіл бөлмей қалам ба, кейде айтқанын орындамай қалам ба, ұмытылып кетемі, кешір деген сөз айтқым келеді. Енді осындай сіздердің сұхбаттарыңызда бір жүректің түбінде бір ұйықтап жатқан дүниені бір қозғап жатқан сияқты да. Анаға көп көңіл бөлу керек, тыңдау керек. Үлкен кісі кейде үйде отырады, көп сыртқа шықпайды, әңгімелескісі келеді, шүйіркелескісі келеді. Тіпті маған қызық болмаған күннің өзінде де оны қызға, солай ма деген сияқты көрсеткен дүниесін қызға қарап, осындай бір зейін жетіспейтін сияқты да кейде. Ол менің кемшілігім. Анама біз үшін көп нәрсе жасағам да. И осы күнге дейін жасап келеді. И содан кішкене демалған қалаймын оған. Мам, жақсы көреміз. Аман болшы. Өзім. Себебі адам өмірге жалпы не үшін келеді? Адам өмірге өзін өзі тану үшін келеді. И ең қызығы, біз ешқашан өз-өзімізді толықтай танып біле алмаймыз. Өмірдің соңына дейін өз-өзімізбен күресіп, өз-өзімізді танып өтеміз. Себебі күн өткен сайын, кез келген ситуация болған сайын адам өзгеріп тұрады. Сен өзіңді түсіне алмай өтуің де мүмкін. Әрине ата-анам, мамам, папам, іні қарындастарым, туысқандарым. Мама.
Я это поняла. У меня даже было такое, знаете, в одном проекте нужно было меня довести до такого прям ужаса. И я вот представила, конечно, так нельзя делать, но я представила просто, если бы я маму потеряла бы. И реально мне тогда так эмоции просто взяли вверх. Я поняла, что для меня вот самый близкий человек — это мама. Ну, еще есть один человек, тоже в семье, она тоже об этом знает. Самые близкие люди. Мне решили довести до слез. Ең басты адам әкем мен анам. Я не могу обделять родителей. Это и мама, и папа. В любом случае. И Аташка у меня вот. Вот. Ну, родители отца и мамины родители. Самый-самый дорогой человек в жизни — это мама, папа и мой братишка. Все. Я их очень сильно люблю. Отбасым, бауырларым, ағам, әпкем, әкем. Жалпы мен өзімнің отбасымен қарым-қатынасты бірінші орынға қоятын адаммын. Егер де маған карьера немесе отбасы деп сұрақ қойса, мен ойланбастан отбасы деп таңдар едім. Өмірімде ең басты адам әрине ол мені дүниеге алып келген менің анам. Одан кейін менің жарым, балаларым. Алло, мам. Мен сізді жақсы көрем. Мен де Сол жақсы көрем. что случилось? Ештеңке? Жылайсың ба не? Жоқ. Мен де сені жақсы көрем. Мам, мен сені жақсы көрем. Жаным, мен де. Қайдасың, қалайсың? Дүйсен ағалардың үйінде. Жарайды. Сабыржан көкем келін әкелді ғой. Сен қайдасың? Мен түсіп отырмын. Барат жатырмын мен де. Келесің болса үйге? Иә, жарайды, мам, давай. Жалғыз саған жарайды. Алло, Ау, бұтам, қалайсың? жақсы, өзіңіз қалайсыз? Шүкір. Жағдайың қалай, жұмысың қалай? Нормально пойдет. Амансың ба? Аман, әңгіме кетейін ба? Иә, Бір нәрсе айтайын деп едім. айта ғой. Айтыр. Мен сені қатты жақсы көремін. Ой, жаным, сол рахмет. Мен де сені жақсы көремін қатты. Барлығы үшін рахмет. Рахмет, жай ма? Жай, просто. Рахмет, жаным, сол. Айтып жатырмын, не істеп жатсың? Жұмыста. Понятно. Иә. Соны айтайын дегем, қатты жақсы көремін. Жаным, сол. Аман бол, ұзақ жаса. Әумин. Бүгінгі күнің сәтті өтсін. Әумин, жаным, сол. Саған да соны тілеймін. Мен де сені жақсы көремін. Әр күнге сәттілік тілеймін, жұмыстарыңа береке тілеймін. Әумин. Күнің сәтті болсын. Звондарыңға шошып кеттім. Мама подписана о нашем. Алло. Мам, Ау. что делаете? Ой, да здесь с клиентами немножко ругаемся. Не надо ругаться. Можно я тебе кое-что скажу? Давай. Я тебя очень-очень сильно люблю. Я тебя тоже люблю. Почему так не от души? Что с тобой, нормально все? Да, все хорошо. Не обязательно что-то случаться. Я тебя просто очень сильно люблю, хотела это сказать. Мы так мало говорим это друг другу. Вот. Нет, мы очень часто друг другу говорим об Да? этом. Да, очень часто. Я тебя очень сильно люблю. Я тебя тоже люблю, доченька. Давай тебя целую. Давай. А что, нормально все? Да, всё хорошо. Давай потом позвоним. Давай. Мама мне, кстати, котенком называет всегда. Алло. Алло, Арстаным. Ассалаумағалейкум. алейкум ассалам. Қалайсың, мам? Қалайсың? Шүкір Аллаға, өзің қалайсың? Шүкір, жақсы. Мен
Мен сізді жақсы көрем. Мен де сені жақсы көремін, алтыным сол. Қашан келесің? Шайма деп барсайын ба? Бірдеңе керек болып тұр ма деп? Каспиға. Жоқ. Просто жақсы көрем. Жаным сол, мен де сені жақсы көремін, Алла разылығы үшін. Мен де сізді. Алло, мама? Мама? Мам, я вас люблю. Я вас люблю сильно-сильно. Я еще сильнее люблю. Ну ладно, пока. Пока. Я же говорю, у нас теплые отношения. Я могу вот так позвонить и такая... Кейде енді инстаграмнан көріп қаласың ғой, позвони своей маме деген видеолар. Просто такой, мама, я тебя люблю, деп жыла. Но вот сондай. Біз Қытайдан келгенбіз ғой. Талдау нәтижелерін қарап шықтық. Бұның барлығына бір себеп бар. Сізде кеудеңізде рак бар. Мен жұмыс істеймін. Ақша табам. Ақша деп айғайлай берме, бітір ана. Дұрыс па, мен не жұмыс істеген жоқпын ба? Қайтар менің ақшамды. Сіздің 3 ай өміріңіз қалыпты ғой. Сен жүрген бейшарасың. Сен сияқты бақытсыз болғым келмейді. Сондықтан балаларыңызды жетімдер үйіне алып кетуге.